балалар көңілді және сәтті өтсін деп тілеймін. Ендеше бәріміз бір-бірімізбен амандасып алайық. Ол үшін келіп шаттық шеңберде тұрайықшы балалар. Келдік. Hayırlı gün olsun. Yedi günün herkese sertlikle olsun. Bizim ana babamız dilek destek olsun. Бүгінгі математика сабағын жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен сабақты пысықтап алайық. Кәнеки Өмида, 3-пен 3-ті көбейтіңіздер. Тамаша. Қағып алды көреміз, я? 4-пен 3-ті көбейтіңіздер. Ой, тамаша. Жарайсың. Жасмина, 3-пен 6-ны көбейтіңіздер. 18. Жолдан жауап беріп үйренеміз, я? 3-пен 2-ні көбейтіңіздер. 3-пен 2-ні көбейтіңіздер. Қалғанымыз айтпай отырамыз балалар. Өзіміз ойланып жауап береміз. 4-пен 2-ні көбейтіңіздер. 8. Мақсаты балалар. Мен 2-4 сандарына көбейту және бөлу кестесін қолдануды үйренемін. Яғни 2 мен 4 сандарының аралығындағы көбейту және бөлу кестесін біз бүгін бекітеміз. Барлығымыз жатқа білеміз деген ойдамын. Қазір мен сабақ барысында бұны анықтаймыз. Бірінші балалар, біз денсаулықты қалай күтуіміз керек? Бізге бірінші тапсырмада бізге беріліпті. Жауабы жұп сан болатын карточкаларды ақа және пайдалы әдет туралы айт дейді. Қазір 3 топтан маған оқушылар шығады. Тақтадағы берілген карточкаларды ала отырып, өрнектердің мәндерін айтып, және біз осы арқылы денсаулыққа зиянды, пайдалы әдеттерді айтып шығамыз. Денсаулыққа қандай зиянды, пайдалы әдеттер бар екенін білеміз. Кәнеки